Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша 41 б тобына өткен WhatsApp желісіндегі сабақтың қысқаша алгоритмін ұсынбақшымын. Сабақты өтпес бұрын ол сабақтың қысқа мерзімді жоспарымен таныстырайын. Пәні қазақ тілін оқыту әдістемесі күні 2/04/2020 жыл, топ 41 б тобы, оқытушының аты жөні, сабақтың тақырыбы, байланыстырып сөйлеу жұмыстарының мақсаты мен оған қойылатын әдістемелік талаптары. Мұнда топтың жанында қатысқан білім алушылардың саны белгіленеді. Сабақтың мақсаты бұл сабақтың бастауыш сыныптардың байланыстырып сөйлеу дағдысын жетілдіру жолдарын меңгерту, шығарма, мазмұндама жаздыртудың түрлі әдіс-тәсілдерін ұсыну, практикалық жұмыстар жасату, практикада қолдану тәсілдерін үйрету, ойлау деңгейінің дағдысы, қолдануды таңдап алдық. Бағалау критерийлері: 2-4 сыныптың әдебиеттік оқу, қазақ тілі оқулықтарындағы тапсырмаларға әдістемелік талдау жасай алады. Бастауыш сынып оқушыларына мазмұндама, шығарма жұмысын ұйымдастыра алады. Ұсынылған әдіс-тәсілдерді тиімді қолданып, шығарма, мазмұндама тақырыптарына қымыз жаза алады. Сабақтағы тілдік мақсаттар: оқу және тіл дамыту, әдебиеттік оқу, бұлым таксономиясы, критериалды бағалау жүйесі, дескриптор, дифференциация, кері байланыс, рефлексия, тілдік дағдылар, интербелсенді тәсілдер. Бұл дағдыларды қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінде білім алушылар үнемі іске асырады. Сабақтағы қамтылатын құндылықтар көрсетілген. Сабақтың өн бойында үнемі мәңгілік елдің жеті идеясы насихатталады. Жаңартылған білім мазмұнына, ұрпақ тәрбиесі мен олардың өсіп дамуына, жарқын болашағына зор үлес жайлы мәліметтер келтіріледі. Пәнаралық байланыс, балалар әдебиеті актіні қолдану дағдыларына слайдта ұсынылған мәліметтер. Осыған дейінгі меңгерілген білім: 41 б топ білім алушылары нормативтік құжаттарды біледі. Оларға әдістемелік нұсқау хат, стандарт, оқу жоспары, оқу бағдарламалары, ОМЖ, КТЖ, оқулыққа енген тақырыптар бойынша КМЖ құрастыру. Бұл дағдыларды білім алушылар барлық сабақта меңгерген. Жоспарланған сабақтың жоспары: ең бірінші ұйымдастыру кезеңі. Бұл кезеңде студенттерді өзіме белгілеп аламын. Сабаққа қатысқан студенттерді үй тапсырмасын сұраймын. Жалпы үй тапсырмасын мен алдыңғы сабақта бергенмін. Студенттер үй тапсырмасын орындап bilim.kz порталына жіберді және электронды почтаға жіберген. Бұл сабақта пайдаланатын ресурстар: smk.kz, Nao.kz сайттары, Білімленд, Дарын онлайн. Осы сайттарды білім алушыларға үнемі ұсынып отырам, және білім алушылар осы сайттармен өздері жұмыс жасай алады. Өткен тақырыпты сұрақ-жауап арқылы кері байланыс жасадық және жұмыстарына талдау жүргізілді. Үй жұмысын мен Blm.kz платформасында бағалаймын. Осы сабаққа дейінгі жіберілген тапсырмаларды Blm.kz-ге бағаларын қойып қойдым. Кейбір студенттер сабақ үстінде жіберді тапсырмаларын WhatsApp желісіне. Сабақтан кейін ол студенттердің де бағалары Blm.kz-ге қойылады. Жаңа тақырыппен сабақтың мақсаты таныстырылады. Жоспарын ұсынамын және жаңа тақырыпты жоспар бойынша аудиожазбамен таныстырамын. Жаңа тақырып үшін керекті ресурс көздері олар: 2-4 сыныптың әдебиеттік оқулықтары, сонымен бірге әдебиеттік оқу пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасы. Жаңа тақырып бойынша қандай жұмыс жүргізіледі сабақта? Жаңа тақырып бойынша сұрақ-жауап, әдістемелік талдау, кері байланыс болады. Жалпы бұл сабақты толық меңгеруге және
жаңа тақырып бойынша өзіндік жұмыстарды атқаруға мына материалдар ұсынылған. 2-4 сынып әдебиеттік оқу пәнінің бағдарламасы, әдістемелік нұсқау хат, ОМЖ КТЖ әдіс тәсілдер топтамасы. Бұл мәліметтердің барлығы білім параграф порталында және сонымен бірге топтың ортақ почтасына WhatsApp желісінен жіберілді. Білім алушылар осы BLM-KZ-тен немесе өздерінің электронды почтасынан бұл мәліметтерді кез келген уақытта пайдаланып, өзіндік жұмыстарды жасай алады. Ең соңында үйге тапсырма берілді. Бірінші тапсырманы олар толықтырып оқиды, конспекттің дәптерлеріне жазады. Екінші тапсырманы ауызша, яғни бағалау нормаларын жаттайды. 3-4 тапсырмаларды BLM-KZ порталына салады, сонымен қатар электронды почтама жібереді. Үй тапсырмасын орындау бойынша ескерту айтылады студенттерге. Сөз жұмысы 9.04.20 жылдың сағат 11.00-ге дейін BLM-KZ порталына және менің электронды почтама жіберілсін деп ескерту айтам. Осы келесі сабағымыз 9 сәуір күні болады. Мен үй жұмысын 9 сәуір күні сағат 11-ге дейін тексеріп қоюым керекпін. Сонда одан кейін 9 күнгі болатын сабақта орындаған үй жұмыстарының сапасы, талдау жұмыстары жүргізіледі. Енді жалпы WhatsApp желісінде өткен сабақпен қысқаша таныстырып кеткім келеді. Ең бірінші білім алушылармен амандасып, онлайн сабаққа қатысып отырғандарды белгілеп алдым, үй тапсырмасын сұрадым. Білім алушылардың үй тапсырмасы тексеріліп, әдістемелік талдау жасалынып жатыр. Мұнда білім алушылар документпен электронный вариантын WhatsAppқа жіберген, сол бойынша талдау жүргізілді. Білім алушылардың үй тапсырмалары мұнда да талданып жатыр, нұсқаулық беріліп жатыр. Сонымен бірге мұнда да тапсырмалары талдау жүргізіліп, кері байланыс жүргізілуде. Білім алушылардың орындаған тапсырмаларына ескертулер айтылуда. Тақырыпқа сай емес, жанар деп әр білім алушылықтың ашып, ескерту жасап отырмын. Осы жіберілген жұмыстарды талдау арқылы басқа студенттер өздерінде кемшіліктерді жоюға әдеттенеді. Мұнда да ескертулер айтылып отыр. Өткен тақырып бойынша сабақ айтыңыздар деп жазып қойдым арасында. Мұнда ескерту айтылып отыр. Талапқа сай орындалған жұмыстар үлгі ретінде ұсынылып жатыр. Ермекгүлім талапқа сай орындаған. Демек, Ермекгүлім жіберген документті өздеріне көшіріп алып, содан үлгі ретінде қарауға болады. Мұнда да Гүлімнің екінші жұмысы үлгі ретінде көрсетіліп жатыр. Мұнда Аружанның жұмысы үлгі ретінде ұсынылып жатыр. Мұнда Хаметов Аружанның жұмысын талдау жүргізіліп жатыр. Өткен тақырып бойынша енді кері байланыстар жүргізілді. Өткен тақырып бойынша кері байланыс студенттер өзіндерін түсінгендерін айтты, ойларын айтып жатыр. Аудио жазба арқылы кейбірі жазылым формасымен жазып жатыр. Мұнда өткен тақырып бойынша кері байланыс жүргізілуде. Өткен тақырып бойынша қорытындылап түсінгендерін жазып жіберді білім алушылары. Жаңа тақырыпты бастадым. Жаңа тақырып жоспары ұсынылды. Сонымен бірге жаңа тақырып бойынша материалдар ұсынылды. Слайдтағы материалдар. Оны документ ретінде жібердім. Мұнда жаңа тақырыптың лекциясы бар. Жаңа тақырып бойынша электронды оқулықтың көшірмесі бар. Жаңа тақырыпты аудио жазба арқылы түсіндіріп жатырмын мұнда. Жаңа тақырып бойынша сұрақтар қойыңыздар дедім. Білім алушылар жаңа тақырып бойынша кері байланыс беруде. Өздерінің түсінгендерін айтып жатыр. Аудио жазбамен сонымен бірге жазып жіберіп жатыр. Жаңа тақырыпты
жаңа тақырып бойынша кері байланыстар жасалынды. Үй тапсырма берілді. Үй тапсырмасын сөз ретінде орындау тапсырмаларды тек бір документке салып БЛМ-ке немесе электронды почтаға жіберу керектігі жайлы нұсқаулық беріп жатырмын. Бір документке жіберу керек. Не үшін? Себебі БЛМ-ке егер бір документ жіберіп қойса, келесі екінші документ жіберілмей қалады. Сол себептен де жазба жұмысына мысалы КМЖ беріп және мазмұндама шығарма жұмыстары бойынша практикалық тапсырмалар берсем, екеуін бір документке салып білім параграфына жіберсе, бірден қарауға болады. Сол жайында нұсқаулық айтылды. Міне студенттер, білім алушылар осы үй жұмысын, яғни сөз жұмысы, сөз дегеніміз студенттің өзіндік жұмысы, сөз жұмысын орындау бойынша сұрақтарын қойып жатыр. Мен оларға қалай орындау туралы түсіндіріп жатырмын. Міне сөз жұмысын орындау бойынша кері байланыс жүргізілуде білім алушылармен. Сонымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.